Сәлеметсіздер ме? Handmade Crochet каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі слитки тоқимыз. Ол үшін бізге керекті заттар жіп және де крючок. Номері 2-7, менікі сіздер 3 немесе 2,5 немесе 2,7 крючокпен тоқи берсеңіздер болады. Және де сәндеу үшін осындай әдемі бант немесе гүл немесе басқа заттар да болады. Өздеріңізге байланысты. Мен мына банттың тоқылуын алдыңғы видеоларда көрсеткенмін. Бұл нәски өте оңай тоқылуы және де киюге ыңғайлы және әдемі. Бір нәскиге менде нәскидің размері, слиткидің размері 2,7 2,7 деппін ғой. 37 және 36 размерге келеді нәски. Бұл бір нәскиге менде 2 жіп кетті. Және де абадогы деймі. Осындай абадогына осындай жіп басқа цветті керек болады. Бұл жіп базарда ең арзан жіп десем болады. Ал ендеше кеттік. Бірінші не істейміз? 12 емес, 6 петля іліп аламыз. Оны біріктіріп 3 воздушный петля ілеміз. И 12 столб с одним накидом тоқимыз. Столб с одним накидом. Мінекей 12 тоқып, осыны біріктіріп 3 воздушный петля алып, енді каждына столбқа с одним накидом. Столб с одним накидом. Бір столбқа 2 петля с одним накидом. Бір неге 2 столб с одним накидом тоқып шығамыз. Бір столбқа 2 столб с одним накидом тоқимыз. 4 болды. Осылай до конца тоқып шығамыз. 24 болу керек. 24 болып шықты. Біріктіріп 3 воздушный петля алып, қайтадан бір ілмекті столб с одним накидом біреу, біріншісіне біреу, екіншісіне 2. Біреуіне біреу, екіншісіне 2. Тоқып шығамыз, айналдырып. Біреу дедік, 2, біреу, 2. Істеп айландырып тоқып шығамыз. Мінекей 1, 2, 3 ряд тоқып шықтым. Менде 37 болып шықты. Ал енді 37 мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бізде 11 ряд. Сол 11 рядтың 3-ін тоқыдық. Енді қалған 8-ін өзіміз самостоятельно дәп осы ретпен 37 қылып тоқып шығамыз. 8 ряд өзіміз тоқимыз. Ешқандай өзгеріссіз
Осылай бір столбқа бір с одним накидом, петля с одним накидом тоқып шығамыз. Сөйтіп 8 рядты өзіміз аяқтаймыз. Мінекей, менде 11 ряд бітті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мына өзіміз тоқыған кезде, біріктіретін жеріне каждый бір-бірден қосылып, менде мына воздушный 3 петляны санағанда 45 болып бітті. Сол 45-ті біз қазір мына жіпті шығарып, мінекей. Мына жіпті қазір міндетті түрде тоқыған кезде осы жіпті бірге алып тоқып жіберу керек. Мына ортасы ау деген жерден, где-то міне осындай жерден жіпті алып, где-то міне осындай жерден жіпті алып, тоқып, кіргізіп, 3 воздушный петля аламыз. Жоқ, 3 емес, мұнда уже 2 болады. 2 болу керек. 2 воздушный петля алып, на әрқайсысына бір столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Мына жерден біз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қалдыруымыз керек. 9 қалдырып, осы шетке дейін, міне 9 арасында қалдырып, осы шетке дейін столбик с одним накидом тоқып алып келеміз. Міне, менде мына жерде 9 қалды. Бұл мына шеті. Яғни 9 қалады. Енді тура осылай 12 ряд тоқып шығамыз. Тура осылай 12 ряд тоқып шығамыз. Тағы да ескерте кетейін, бұл бізде 36-37 размерге тура келеді. Егер де сіздер 38-39 размер алатын болсаңыздар, онда мына жері 11 жарым болды ғой. 11 жарым деппін ғой. 11 ряд болды ғой. Ол кезде уже 38-39 размерге 12 болады, ал мына жағы уже көбірек болады. Оны өздеріңіз аяқтарыңыз өлшеп отырып тоқисыздар ғой. Міне 12 ряд тағы да тоқимыз қазір. Одан кейін міне осы жеріне келген кезде осы жерін көрсетемін. Мінекей 13 ряд аяқталды. Енді мына соңғы жіпті тартып, осыға мына жіпті кіргізіп, байлап аламыз. Енді осы шеттен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жіп қалдырып, мына жақтан 10. Бізде общий 36 етін, соны 3-ке бөлеміз. Екі шетін 13, ал ортасын 10 аламыз. 1, 2, столбик без накида тоқимыз. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді о шеттегі мына 1, 2, екінші жіптен жіпті кіргізіп біріктіріп отырамыз. Қайтадан артқа 1, 2, 3, 4, 5. Осылай тағы да мына жаққа келген кезде екінші, 1, 2, екіншісін санап осыдан аламыз. Осылайынша тағы да 1, 2 және тағы да 4 ряд тоқимыз. Міне 6 ряд болды. Общий. Енді 7-ші рядты бастаймыз. 1 рет толық тоқып, екіншісін 1, жәндегісіне тағы кіргізіп, міне 3 жіптің ортасынан бірақ біреуін шығарамыз. Міне осылай қысқарту болады. Бір қысқарту, енді мына соңына келген кезде тағы да бір қысқарту. Екінші қысқарту. Тағы екі мінім 1, 2, екіншісін санап. Жіпті шығарып біріктіреміз. Келесі ряд толықтай қалай бар, солай тоқылады. Яғни ешқандай қысқартусыз. Бұдан кейінгі ряд қысқарады. Қайтадан біреу алып, екіншісін қысқартамыз. Аяқ жағына келгенде тура солай. Сонымен соңына дейін осылай бір қысқартып, келесі рядын толығымен тоқып, екінші қысқарту болды. Келесі ряд толығымен тоқылады. Одан кейінгі ряд қысқарту болады. Солай соңына дейін аяқтаймыз. Мінекей, мен аяқтап бітірдім. Жібін шығарып, уже кесіп тастадым. Енді ободокты тоқу үшін бізге жұқа жіп керек, және номері кішірек, кішкене крючок керек. Мен крючогым 2-7 болатын. 2-7 болатын. Ал сіздер, мен ауыстырып екінші номерлісін алдым. Сіздер 1,5 немесе 2,
сондай номерді алсаңыздар болады. Ол үшін бізге мына жіпті алдым, мұны біреулік қылып, себебі сөгіліп кетпешін. Енді 1, 2, 3, 4 воздушный петля алсақ болады. Мына жібін сол жерге, жаңа жібімізді кіргізген жерге қайтадан столбик без накида аламыз. Және қайтадан столбик без накида алып, 1, 2 воздушный петля алып, қайтадан сол жерге столбик без накида аламыз. Мына жіпті мен тоқып жіберіп жатырмын. Және де алған кезде қалай? Мына сіздерге көрініп тұрғандай, қатты мен мына жерден алсам болатын еді. Так как слитки болғаннан басы созылуы мүмкін, сол себепті кішкене алысырақ алып жатырмын. Тағы да столбик без накида, 2 воздушный петля. Мына жіпті тартып жіберем. Тағы да воздушный, столбик без накида и 2 воздушный петля. Және тағы да сол жерге столбик без накида. Міне, мына узор шығып жатыр, міне осындай. Енді тура осылай ободок қылып, міне айландырып тоқып шығамыз.